Dart сабақтарын жалғастырамыз. Бұл сабақта біз спискпен жұмыс жасаймыз, яғни лист. Қазақша тізім деп атауға болады. Кез келген программада тізім бар. Ол жерде мысалға айталық, OLX сияқты приложение болатын болса, категориялардың тізімі, жарнамалардың тізімі, қолданушылардың тізімі деген сияқты жерлерді жасау үшін қолдануға болады. Жалпы қолданылу аясы кең. Енді тізіммен қалай жұмыс жасаймыз? Бірінші кезекте біз осылай var деп жаза аламыз. Кешегі бірінші сабақта қарастырғандай. Одан кейін тізімді жасау үшін әдетте біз осындай ашамыз. Сондай жағдайда бізде пустой список шығады, пустой лист. Енді бұл жерге біз данныйларды жаза аламыз. Ол әртүрлі форматта болуы мүмкін. Мысалға string болуы мүмкін, мысалға ертай, там мысалға app, одан кейін тағы next деген сияқты. Бұны біз консольге шығару үшін консоль емес, print list. Мұнаның ішінде не бар? Барлығын біз осы жерге шығаруымыз керек. Міне дәл осылай. Ертай, up, next. Және мына жерге мысалға 1. Сондай жағдайда міне осылай шығады. Енді мына жерде кеше айтып кеткенімдей, типтер мына жерде бірінші орын алғанда динамический болады. Мен 11 деп жаза аламыз. Бірақ бұндайды мен өзім өте аз қолданам программа жасағанда. Сондай жағдайда мынаның ішіндегі қандай типке жататынын алдын ала айту үшін мына жерге біз list деп белгілей аламыз. Мысалға list деп ашамыз, осылай ашамыз и ішіне жазамыз. Мынаның ішіндегі данныйлар қандай типке жатады. Мен string деп жазам. Яғни бұның ішіндегілердің барлығы текстовый болу керек. Сондай жағдайда бізде ошибка шығады. Не үшін? Себебі біз мына жерге integer деген типке жататын санды жаздық. Сан жаздық. Біз оны кетіруіміз керек. Немесе бүйтіп жазамыз. Бұл деген цифр болып тұрғанымен, ол мына жерде текст түрінде беріліп тұр. Сонымен қатар мына жерде айталық, int деп жазуымызға болады. Сондай жағдайда мынаның ішіндегілердің барлығы цифр болу керек. Мысалға 1, 2, 3, тағы бір деңе деген сияқты. Міне осылай. Немесе сол сияқты басқа кез келген типті жазып көруге болады. Енді бұның ішінде бізде айталық пустой осындай данный тұр. Мұнаны біз users деп қояйық. Users мысалға айнымалынатын осылай атасақ болады. Мынау string. Және сондай жағдайда бізде сондай жағдайда мына жерде пустой шығады. Себебі мынаның ішінде ештеңе жоқ. Бұның ішіне біз қалай қоса аламыз? Алдын ала біз осылай ішіне жазсақ болады, немесе add деген метод бар. Ол үшін біз мына жерге users деп жазамыз, точка. Сондай жағдайда бізде мына IDE сияқты шығарып береді. Қандай методтар бар? Бұның көп қолданылатын түрлері бар. Мысалға add, жаңадан бір элементті қосу үшін. Ол string болу керек. String деген типке жату керек. Себебі біз мына жерге string деп жаздық. Басқа жағдайда, мысалы int деп жазсақ, мына жерге цифр жазуға тура келеді. Оны жабуымыз керек міндетті түрде, және болмаса ошибка шығады. Бұл жерге біз мысалға жазайын мен ертай, одан кейін тағы да бір данныйды қоссақ болады. Мысалға айталық. Сондай жағдайда бізде экранға, міне консольге осылай аттарды шығарып береді. Қосымша бізде қажет емес болған жағдайда осы списоктың ішінен белгілі бір элементтерді жоюымызға болады. Мысалға айталық, ол үшін users деп жазамыз, және remove деп жазамыз, жою үшін. Remove-тың мына жерде көріп тұрғанымыздай бірнеше түр бар. Біз ең көп қолданылатындарын қарастырайық. Біріншісі бұл remove деп жазамыз, жай ғана мынаның ішінен нені удалить ету керек, соны жазуымыз керек. Мысалға осылай жазамыз. Соның ішінде сондай жағдайда мына жерден егер тапқан жағдайда мынау удалить етіп береді. Көреміз. Міне. Сол кезде екеуі қалады. Мына жерге үшеуін қосады. Мына жерге дейін орындалады. Сол кезде айтады, мына жерге команда береді. Осыны жой. Сондай жағдайда мына жерге бар болғаны екеуі консольге шығады. Ал енді оның ішінде жоқ болатын болса, мысалға, ондай жағдайда ештеңе болмайды. Себебі мынау іздейді. Так, мынаның ішінде мынандай бар ма, жоқ па? Жоқ, онда ештеңе болмайды.
Одан кейін тағы екінші түрі бар, remove add деген. Remove деп жазамыз, сол кезде қазір толық түсіндіру үшін мынау жайлау жұмыс жасауы мүмкін. Мына жерде көріп тұрғанымыздай, біріншісінде біз объектіні жазуымыз керек, екіншісінде index деп тұр. Index дегеніміз не? Біз мына списокке элемент қосқан кезде индекс деген болады. Мысалға, мынаның индексі бұл 0-ге тең. Мынау 1, 2, 3, 4 деп саналмайды, 0-ден бастап саналады. Мынау 0-ге тең, мынау 1-ге тең, мынау 2-ге тең. Енді біз remove add деп, мысалға, біз мына екіншісін жою үшін біз мына жерге 1 деп жазуымыз керек. Сондай жағдайда бізден осыны удалить етіп береді. Міне, көріп тұрғанымыздай бізде осылай шығады. 0-ден басталады. Басқа программалау тілдерінде де солай, мына Dart'та да солай. 0-ші элемент, 1-ші элемент, 2-ші элемент. Одан кейін мына жерде clear деген метод бар. Users clear. Енді атына мән беретін болсақ, бұның не істейтіні понятно сондай. Бұл жай ғана мына жерде қандай неше элемент бар, бұның барлығын тазалап береді. Сондықтан біз clear деп жазамыз. Сондай жағдайда бізде тек қана пустой осындай массив қайтарылады. Одан кейін мына Dart'та Flutter приложениесі дегенде мысалға көп қолданатын осындай методтардың бірі mapping деп аталады. Бұл дегеніміз мына берілген деректі басқа бір түрге ауыстыру деп мен өзім түсіндірем. Ол дегеніміз қалай? Енді мен мынаны пока комментарийге алып қоямын. Енді Dart'та осылай комментарийге алуға болады. Жай ғана мынау текст түрінде қабылданады, бұл код түрінде орындалмайды. Мен мынау сияқты. Бұған біз жеке тоқталуымыз мүмкін. Енді mappingті қарастырайық. Мысалға, айталық, мына жерде бізде консольге жай ғана аттарды шығарып тұр. Ертай, осындай. Қасына менің атым деп қосуымыз керек барлығына. Ол үшін біз не істесек болады? Мына жерге жеке-жеке жазуға болады, бірақ ол өте сондай бір ұзақ уақыт алады. Сондықтан енді бұл программа жасағанда да бұл одан да ұзақ уақыт алуы мүмкін, және ол неудобно. Сондықтан біз map деп жазамыз, жаңа mapping жасау үшін. Ішінде функция болады. Ол функция бір осы элементке тең, e деген. Бұның біз қалай жұмыс жасайтын қазір түсіндірем. My name is және осылай қоям, плюс e. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Біз осылай жаздық. Енді біз іске қосатын болсақ, көріп тұрғанымыздай ештеңе өзгермейді. Неге? Себебі біз мэппингке алған кезде мынау сияқты бұлай жалғаса бермейді. Бізге жаңадан массив қайтарады. Біз сол массивті экранға шығаруымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Мен мына жерге жазайын жай ғана. Мысалға list және string. Мысалға mapped. Мысалға бүйтейікші. Просто data деп қояйын. Қазір мына жақтан дұрыс көрінбей қалуы мүмкін. Және мына жерден to list деп жазамыз. Список түрінде қайтару үшін. Енді экранға, осы консольге шығару үшін print деп жазам және data. Сондай жағдайда бізге не шығарады? Мынау бірінші тәсілі, міне екінші тәсілі, екінші бізде шығарған нәтиже осындай. My name is Ертай, my name is осындай. Міне көріп тұрғанымыздай дәл осылай. Бұл қалай жұмыс жасайды? Мына жерде mapping алынады, әр элементке жеке тоқталады. Мына элемент біріншісінде осыған тең болады, осыған тең болады. Сондай жағдайда біз my name is дейміз де, мына e-ні жалғаймыз. Мына e автомат түрде мына данныйларға тең. Мынаны жалғаймыз, плюс қоямыз, себебі екеуін бірге қосу үшін. Қателеспесем, JavaScript-те де дәл сондай бар. Мынауда дәл сол үшін қана. Не үшін toList деп жазамыз? Себебі бізге өзгертілмейтін, бізге жіберетін данныйлар өзгертілмейді. Қазір бір мысалға мына алып тастайтын болсақ, бізде осындай ескерту шығарады. Не үшін деп қарайтын болсақ, бізге список түрінде шығармайды. Бұны біз былай көруімізге болады. Мысалға, мына жерге динамический сондай тип болғандықтан data деп жазамыз, и сондай жағдайда көреміз не шығаратын. Бізге сондай жағдайда міне осылай шығарады.
Бұл да өзгерген, бірақ біз мына спискпен қайта жұмыс жасай алмаймыз. Біз осындай данныймен қайта мынадай remove деген жоқ, бұның ішінде clear деген жоқ деген секілді. Онымен жұмыс жасай алуымыз үшін, мысалға көретін болсақ, мына жерде міне ондай дүниелер жоқ ішінде. Міне мына жерден көруге болады. Онымен жұмыс жасай алу үшін toolist дейміз, қайтадан мынаны спискке айналдырып береді. Міне ешқандай проблема жоқ. Енді келесінде where деген бар. Бұл да өте сондай көп қолданылатын методтардың бірі. Бұл қалай жұмыс жасайды? Біз мына массивке сортировка жасай аламыз. Яғни осы спискке сортировка жасауымызға болады. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші жай ғана біз мына users дегенге мысалға айталық, бізге қандай данныйларды шығару керек. Егер мына данныйдың ішінде R деген әріп болатын болса, немесе былай істейік, A деген әріп болатын болса, үшеуінде де бар екен, жарайды. E дегенді жазайық. Егер E деген әріп болатын болса, онда мына консольге шығарады, басқа жағдайда шығармайды. Біз оны қалай сортировать етеміз? Мынаны мен алып тастайын. Ал мына кодтар тұра береді. Ол үшін біз точка қоямыз. Мына методтарды ашу үшін where деп жазамыз. Enter. Және E деп жазамыз. Яғни әрқайсысына жеке элемент, мынаған тең, мынаған тең, мынаған тең. E точка contains. Яғни мына contains деген мынаның ішінен тексеретін осындай метод. Мысалға айталық, E деп жазатын болсақ, мына элементтерге жеке тоқталады, осыған. Осының ішінен E бар ма дейді. Егер мынау болған жағдайда true деп қайтарады. И ол мына спискке автоматически қосылады. Енді біз қазір қарастыра көрейік. Не шығатынын. Көріп тұрғанымызда ертай деп шығарады. Және мән берген болсақ, мынаны біз список түрінде қайтару үшін мына жерге де toolist деп жазуымыз керек. Мынау список емес. Яғни өзгермейтін список десе де болады. Немесе жай ғана мына жерде екеуінде де үшеуінде де бар әріп, мысалға A деген. Сондай жағдайда бізге үшеуінде шығарады, себебі үшеуінде де A деген әріп бар. Одан кейін мысалға үлкен A-ны жазатын болсақ, онда міне сондай жағдайда осыны ғана міне қайтарады. Себебі үлкен A мынаның ішінде бар. Түсінікті болу үшін біз тағы біреумен жұмыс жасайық. Мынаны мен комментарийге алып қояйын осылай. Және жаңадан мен список ашайын. Мысалға айталық var numbers. Және бұның ішіне мен цифрлар жазамын. 1, 2, 3, 4, 22, там 454, там 1000 деп мысалға және 44 деген сияқты. Любой цифрды жазамын. И бұл жерде біз енді бұған қалай сортировка жасаймыз? Мысалға бізге айталық сортировка жасау керек. Бізге тек қана консольге 40 дегеннен жоғары цифрларды шығару керек. Ол үшін біз не істейміз? Numbers деп жазамыз, .where және E деп жазамыз. E деп жазуға болады, A деп жазуға болады, қалай ыңғайлы солай. Мысалға мынау цифр емес, цифр болғандықтан number деп жаза салуға болады. Енді түсінікті болу үшін. Немесе E деген бұл элемент дегенді білдіреді. Number деп жазам мен. Жай ғана бүйтем. Егер 40-тан үлкен болатын болса деймін. Сондай жағдайда осы условие бойынша мынаның ішіндегі цифрлар тексереді. Осы условиеге сай келген жағдайда бізге осы нәтижені қайтарады. Көреміз не шығатынын. И 454, 100 және 44 деп тұр. Соның ішінде мысалға 22 деген 1 деген осыған не келмейді, сай келмейді. Сондықтан бізге қайтармай тұр. Және былай істесек болады. Осы условиеге сай келетін болса, және деп жазсақ болады былай. Оны біз жеке қарастырамыз. O деген бар міне. Немесе number мысалға айталық тең болса 1-ге. Сондай жағдайда бізге не шығарады? Бізге 1 дегенді шығарады, 22 қалып қойды. Не үшін? Себебі условие былай жұмыс жасайды. Мына условие тексереді. Так,
маған 40-тан жоғары, егер мына цифры 40-тан жоғары ма дейді. Иә, мыналар сәйкес келеді оған. Сосын мына жерде о деген бар, сосын тағы деген, сосын тағы. Осы цифр 1-ге тең болатын болса, онда жарайды, жібере сал, егер 1-ге тең болатын болса деп. Сонда жағдайда міне осындай шығады. Бұның барлығы программа жасағанда кәдімгі серьезно қолданылады негізі. Біз базовый деңгейде списокпен жұмыс жасадық. Әрине список дегенде бұл қарайтын темалар жетеді. Мына CodeWorks деген сервис бар, сол жерде әртүрлі Dart бойынша тапсырмаларды орындау арқылы жалпы осыларды тереңірек түсінуге болады. Мен сол сервисті ұсынамын.